Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге қысқа тұздалған қияр дайындаймыз. Осы видеода көрсетілген тұздалған қиярлардың барлығы менің анамның рецептімен жасалған. Сол рецепті бүгін сіздермен бөлісетін боламын. Тұздалған қиярды банкаға жапқандағы ең бірінші ескеретін ереже құрамында селитрамен өскен өсімдіктер болмау керек. Яғни банканы жапқан кезде қияр немесе басқа да өсімдіктер селитрасыз өскен болса, ол банканың сақтау мерзімі ұзақ әрі атылмайтын болады. Ауылды жерде тұратын көрермендеріме осылай өз қиярыңызды қолдануыңызға кеңес беремін. Ал қалалы жерде тұратын көрермендеріме қиярды сатып алғаннан кейін екі жағын кесіп, бір түнге суық суға салып қойыңыз. Сол кезде, егер құрамында селитра болатын болса, сол селитраның барлығы суық суға шығып кететін болады. Бірақ барынша тұздалған қиярға селитрасыз өскен қиярды қолдануға кеңес беремін. Және де тұздалған қиярға райхан, петрушка, укроп, атқұлақ, шие немесе қарақат жапырақтарын қосуға кеңес беремін. Шие мен қарақаттың жапырағы тұздалған қиярлардың ұзақ уақыт сақталуына көмектеседі, әрі олардың қытырлақ балғын күйін сақтайтын болады. Осылайша, мен бүгін сіздермен тұздалған қияр жабудағы анамның жылдар бойы жасап келе жатқан әдісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен қиярларды жақсылап суық суда бірнеше рет жуып аламыз. Банкаға жабылатын қиярлар барынша балғын болуы керек. Егер аздап солып қалған болса, оны суық суға 5-6 сағатқа қалдырыңыз. Сонда қиярларыңыз балғындығын қайтаратын болады. Осылайша қиярларды жуып тазалап, екі жағын кесіп суық суға саламыз. Қиярларымыз суық суда тұрғанша, банкаға басқа да көкөністер мен ас көктерді салып шығамыз. Ең алдымен осындай қызыл ащы бұрыш саламыз. Менде ащы бұрыштар үлкен болғандықтан бір данадан салдым. Егер кішкентай болса, 2-3 данадан салуға кеңес беремін. Келесі кезекте чеснок саламыз. Кейбір өңірлерде сарымсақ деп те атайды. Одан кейін атқұлақ саламыз. Атқұлақ жапырақтары да тұздалған қиярға ащы дәм береді және де тұздалған қиярдың ұзақ сақталуына көмектеседі. Келесі кезекте қарақат жапырақтары. Қарақат жапырақтары, егер сіз тұратын өңірде табылмаса, шиенің жапырақтарымен алмастырсаңыз болады. Мен банкаға балғын укропты салғанды жақсы көремін. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша құрғатылған укроп қолдансаңыздар болады. Укроп, петрушка және сарымсақ тұздалған қиярға айрықша иіс дәм беру үшін қосылады. Және де өз қалауларыңыз бойынша райхан қоссаңыздар болады, бірақ бұл міндетті емес. Барлық керекті ас көктерді салып болғаннан кейін қиярды осылай жақсылап тығыздап салып шығамыз. Қиярларды салып бастаған кезде үлкендеу кастрюльге немесе өзіңіз күнделікті қолданатын чайникқа су қойып қойыңыздар. Осылайша бүкіл банкаға кезек-кезегімен қиярларды салып шығамыз. Мен басында 4 банка шығады деп тұспалдап едім, алайда менің қиярларым 5 банка шықты. Су қайнап болуымен осылай қиярлардың үстіне құйып шығамыз. Суды құйған соң міндетті түрде крышкамен жабыңыздар. Айтпақшы, банкаға көкөністерді салмастан бұрын жай ғана қайнаған сумен бір шайқап жіберсеңіздер, соның өзі жеткілікті. Банканы және де крышкаларды булап қайнатып керек емес. Банканың ішіне 2-3 рет қайнаған су құйғанның өзінде ол жақсылап буланатын болады. Банканың ішіне құйған бірінші суды 15 минуттай тұрғызып, одан кейін осылай кастрюльге төгіп тастаймыз. Қайтадан жаңадан қайнаған суды банкілердің ішіне құйып шығамыз. «15 минут өткен соң, екінші құйылған суларды да
осылай төгіп тастаймыз. Барлығын төгіп алған соң, тұздалған қиярға қосатын дәмдеуіштерді дайындаймыз. Бізге керекті дәмдеуіштер қант, тұз, 70% сірке қышқылы, қара бұрыш және де лавр жапырақтары. Әрбір 2 литрлік банкіге 2 ас қасық толмаған қанттан салып шығамыз. Тұздалған қиярдың құрамындағы қант қиярдың қытырлақ болып сақталуын қамтамасыз етеді. Келесі кезекте тұзды да 2 ас қасық толмағанын етіп салып шығамыз. Видеода көрсетілгендей қатты толтырмай саласыздар. Лавр жапырақтарынан егер үлкен болса 2 данадан, ал егер осындай ұсақ болса 3-4 данадан салып шығамыз. Қара бұрыштан видеода көрсетілгендей көлемде саламыз. Артынан банкалардың крышкасын жауып шығамыз. Әрбір банкаға 1 ас қасық 70% уксусты құйып шығамыз. Қиярлардың үстіне тағы да қайнаған су құйып, банканы жабуға кірісеміз. Банканы жауып болған соң, осылай үстелдің үстінде 1-2 рет аунатып алыңыздар. Сонда ішіндегі қант пен тұздары еритін болады. Банканы жауып болуымызбен осылай үстелдің үстіне төңкеріп қоямыз. Банкілерді өзіңізге ыңғайлы болатын закрывашкамен жапсаңыздар болады. Және де банкіге ыстық суды құйғаннан кейін барынша көп уақыт тұрғызбай бірден жабуға тырысыңыздар. Барлық банкілерді жауып болған соң, үстіне қалың мата жауып 7-8 сағатқа немесе 1 түнге қалдырамыз. Банкілер суып болғанша осы қалың матаның астында тұру керек. Мен тұздалған қиярды 1 түнге қалдырдым. Бұл тұздалған қиярларды 7-8 ай сақтасаңыздар болады. Дәл осы әдіспен тұздалған қиярды дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Осы рецепт бойынша қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып қалдырсаңыздар болады. Және де өзіңіз дайындайтын әдісті де жаза қалдырыңыз. Сіздермен бірге болған мен Маржан Бейсен, келесі жаңа видеоларда жүздескенше аман сау болыңыздар.